Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Сабақтың тақырыбы отбасым өнерлі. Жаңа сөздер: өнер, белгілі, зергер, сырға, күміс, кілем, көрме, ою. Оқушылар, біз білеміз, жіктік жалғауы жекеше және көпше түрде болады. Жекеше түрде бірінші жақта мен, екінші жақта сен, сыпайы түрде сіз, үшінші жақта ол. Көпше түрде бірінші жақта біз, екінші жақта сендер, сыпайы түрде сіздер, үшінші жақта олар. Ендеше экранға мән беріңіздер, мұқият қараңыздар. Мен жекеше түрде мен өнерлімін, сен өнерлісің, сіз өнерлісіз, ол өнерлі. Көпше түрде біз өнерліміз, сендер өнерлісіңдер, сіздер өнерлісіздер, олар өнерлі. Көпше түрде етістік формасында біз қатыстық, сендер қатыстыңдар, сіздер қатыстыңыздар, олар қатысты. Оқылым және айтылым. Берілген сөйлемдерді оқып қайталаңыздар. Атам белгілі зергер. Әкем домбыра тартады. Тыңдалым. Мәтінді тыңда. Әнел атасымен көрмеге барды. Оған әдемі оюы бар кілем ұнады. Себебі ол әжесінің кілеміне ұқсайды. Әнелдің әжесі белгілі шебер. Айтылым бойынша сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ: Әнел қайда барды? Әнел көрмеге барды. Ол кіммен барды? Ол атасымен барды. Оған не ұнады? Оған әдемі оюы бар кілем ұнады. Әнелдің әжесі қандай шебер? Әнелдің әжесі белгілі шебер. Жарайсыздар, сұрақтарға мұқият жауап бердіңіздер деп ойлаймын. Айтылым бойынша үшінші тапсырма: сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ: оның отбасы қандай? Оның отбасы өнерлі. Оның атасы зергер ме? Иә, оның атасы зергер. Ол неден сырға жасайды? Ол күмістен сырға жасайды. Әкесі не тартады? Әкесі домбыра тартады. Олар қандай байқауға қатысты? Олар өнерлі отбасы байқауына қатысты. Сұрақтардың, жауаптардың орысша нұсқасы. Жазылым бойынша төртінші тапсырма: көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны қойып жаз. Яғни, оқушылар, сіздердің кітаптарыңызда белгілі қосымшалар бар. Сол қосымшаларды осы сөйлемдерге жалғауларыңыз қажет. Ендеше тексерейік. Бірінші сөйлем: ол өнерлі отбасы байқауына қатысты. Екінші сөйлем: атам күмістен сырға жасайды. Үшінші сөйлем: Әнел ән айтады. Төртінші сөйлем: анам киім тігеді. Бесінші сөйлем: ол өнерлі отбасы байқауына қатысты. Алтыншы сөйлем: Әнел атасымен көрмеге барды. Жақсы. Жазылым бойынша алтыншы тапсырма: диаграмманы толтыр. Оқушылар, мен сіздерге түсінікті болу үшін осылай экрандағыдай дайындадым. Өнерлі отбасы, яғни мәтін бойынша сөздерді толықтыруымыз керек сөйлем ретінде. Атам күмістен сырға жасайды. Інім ән айтады. Әкем домбыра тартады. Әжем жүннен бұйымдар тоқиды. Анам киім тігеді. Ағам суретші. Есте сақта, мен байқауға қатысамын. Менің отбасым өнерлі. Мен домбыра тартамын.
Досым ән айтады. Менің сыныбымда өнерлі бала көп. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.